Мұхтар Қабылұлы, мында пропаганда күні түні айтып шулап жазып жатыр. Мұхтар Әбіләзовті француздар қуып шығады екен, депортация жасағалы жатыр дейді. Сіз өткенде бір видеоңызды көрдім. Жаңағы керек ақшаның бір 40 мың долларға жуығы жиналды, қалғаны жиналмай жатыр. Әлі алсамын, француздар бермейді деп. Қазір қал жағдайыңыз қалай? Депортация мүмкін ба, жоқ әлде құтылуыңыз мүмкін ба? Менде әлі қолымда бір апелляциясы бар. Апелляция 8 февраль айында толық жаңа өзім қорғанатын қағаздарын жазуым керек. Әлі біраз уақыт бар. Содан кейін сотқа бергенде сот сол қашан сот болатын датасын айтады. Ол не апрель, не май айында солай болатын шығар. Қазір белгісіз солай болып жатыр. Енді маған 500 мың доллар керек. Bir жылдан көп болды. Жаңа адвокаттармен ақша болмай төлемей жүрдім. Сонымен жаңа халыққа сондай пост жазып, үндеу жасадым. Көмек келіп жатыр. Қазір 41 мың доллар ма сондай келді. Енді сот болатын кезде апрель майында соны жинаймын деп ойлаймын. Халыққа осындай күнде-күн пост жазып, маған жазып, халық не 1 мың, не 500 теңге, 5 мың теңге, 50 мың теңге сондай ақшаларды жіберіп жатыр. Бірақ Каспий жағынан проблема болып жатыр. Басқа жолында іздеп жатырмыз. Жаңа криптовалюта дейді, PayPal, содан кейін басқа жолын іздеп жатыр. Соны ақырындап жіберіп жатыр. Енді ашық жол болғанда, блокада жасамағанда, меніңше осы 2 аптаның арасында мен сол ақшаны жинайтын едім. Көріп тұрмын. Қолдаушылар адамдар көп. Мен қолдайтын адамдар көп. Жазып жатыр, өкініп жатыр. Каспий арқылы біз сізге жібермейміз деп маған личкаға жіберіп жатыр. Соған бәріне рахметімді айтам. Үлкен алғысымды айтам.